Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айгерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода сіздерге нағыз квашеный капустаның жасалу жолын көрсететін боламын. Жасалу жолы өте оңай және дәмі өте керемет болып шығады, қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қыста нағыз ет тағамдарымен ұсынсаңыздар өте керемет салаттардың бірі деп айтсақ та болады. Видеоны мұқият соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен орам жапырақты осылай видеода көрсетілгендей етіп, ұзынша етіп турап аламыз. Қыздар, бұл салатқа керекті бір қатып қалған рецепт жоқ. Көз мөлшермен кәдімгідей жасай берсеңіздер болады. Мінекей осылай видеода көрсетілгендей барлық орам жапырақтарымызды турап аламыз. Міне қыздар, орам жапырақтарымызды бір келкі етіп турап алдық. Енді дәміне қарай тұзымызды сеуіп, қолымызбен жақсылап езіп араластырамыз. Өзінің суы шығуы керек. Кішкене орам жапырақтарымыз кішкене болсын басылуы керек. Содан кейін сол себептен осылай қолымызбен езіп отырып, жақсылап араластырып аламыз. Біз осындай квашеный капустаны жыл сайын жасаймыз. Өзімізге өте қатты ұнайды. Кәдімгі бүтіндей де тұздап қоямыз. Осылай турап та маринаттап қоямыз. Өте керемет болып шығады. Енді қыздар, дәмі деген осындай күз айларында көбіне жасап сақтап қоямыз. Алдағы қыс уақыттарында ашып жегенге өте керемет болып шығады. Келесі 2 дана сәбізді теркадан өткізіп аламыз. Немесе кәдімгі пышақпен жұқа етіп турасаңыздар да болады. Бірақтан да енді осындай терка барлығына ыңғайлы деп ойлаймын. Осылайдан өткізіп, сәбізді де қосамыз. Қыздар, осы квашеный капустаны маған үйдегі енем, яғни екінші анам үйреткен болатын. Маған қатты ұнаған етін, енді осы рецепті сіздермен бөліскім келіп отыр, қыздар. Мінекей қыздар, барлық сәбіздерімізді теркадан өткізіп қостық. Енді дәміне қарай осындай 2 дана аштыны майдалап турап қосамыз. Мен ондай аштыны кәдімгі ет тартқыштан өткізіп, тұз қосып араластырып, осындай банкіге сақтап қойған болатынмын. Кез келген салаттарға араластырғанға өте ыңғайлы. Осыдан 3 қасықтай қосамын. Мен отбасым аштыны жақсы көрген болғандықтан көбірек қосамын. Енді осындай лава жапырағы мен қара бұрыштың осындай горошек түрінен шамалы қосамыз. Енді жарты стакандай сұйық май қосамыз, бірақ бұл міндетті емес, өз қалауларыңыз бойынша. Енді осылардың барлығын жақсылап қолымызбен езіп араластырып аламыз. Құрметті қыз-келіншектер, астындағы подписаться батырмасын басып, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінекей барлығын жақсылап араластырып алдық. Енді осындай кез келген ыдысқа немесе осындай банкіге барлығын нығыздап саламыз.
Мінекей қыздар, барлығын тығыздап салдық. Енді кәдімгі резинка қақпақпен бетін жауып, салқын жерге сақтап қоямыз. Міне қыздар, біздің квашеный капустамыз осымен дайын болды. Көріп отқандарыңызда ешқандай қиындығы жоқ. Барлығын турап, тек қана араластырып, осылай банкіге саламыз. Қыздар, 2 апта уақыт өткеннен кейін ашып жей берсеңіздер болады. Сіздермен болған Әйгерім. Келесі видеоларда кездескенше.